Сәлемет армағайын. Бүгін міне түндігі биік түтінзе ұшқан бау бақшасы бітімді, келешек күтімді. Қойын ауынан құт беткейден береге, сабасына сүт кетпеген, түбін тарсаң май шығатын, Азанғайының желмейесімен жебеп жүрміз деген ару қала, бас қаламыз, Астана қаламызда бүгін міне ғасырға белгісіз ғаламат тойдың куәсі болғалы жатырмыз ағайын. Тойында қазақтың қара домбырасын үні шықпаса, бізге бір қылмыс тиген көрінеді ағайын. Сондықтан да тойымыздың басында бір қазақтың қара домбырасын үні шығарып деп отыр. Қошемет сіздерде болсын, өнерімізде болсын. Ендеше нағыз қазақтың сал серілері қошемет құрметпен ақын жігіт шақырып деп отыр. Сахнада Данияр Алдаберген балдарымыз ендеше тамаша өзінің арнауы. Қалдыбай ағамыздың 70 жасы бойында 90 өнер тұтып тұрған. Негізі туған күні 17-сі елдің бәрі ол жағын біліп тұрған. Бүгінге әдей өзі қойған екен, оған менің көңілім шынып тұрған. Ағамның 70 жасы емес беді, Валентиннің мейрамын ұмыттырған ай. Тойға деген көңіл күйлеріміз қалай? Жақсы ма? Біреудің тойға барса өзінің шаңырағына тез келеді. Сондықтан да бүгінгі кеште бір жағадан бас шығар, бір жерден қол шығар. Бүгінгі кешке атсалысып отырсақ, бүгінгі кеш әрине қызық өтуіне бізге біліп береміз. Айқайлап, Қанымға тойып ағамыз айтқан кезінде таңның атысынан күннің батысына шеу бір адамға болса да пайдаңды тигізуді ойлан дейді. Егер пайдаңды тигізуге шамаң жетпесе, зияныңды тигізбе. Оның өзі үлкен бір рахмет деген екен. Әзілімізді жарастырып отырған нешетсін ағайын. Мынау енді қазақтың мұзбала ақыны Мұқағалиды танымайтын қазақ жоқ па ағайын? Бір күні Мұқағали бәйгеде отырса, Мұқағали танытқан бір кісі келіп сұрап дейді, Мұқа, қазақтың маңдайында біткен дуалау жігіттің бірісің ғой. Айтшы, бәйгеге пәлебай ат шауып кетті, қай ат алдымен келеді деп. Мұқағалидай сөз қылған ба? Ойланбастан жауап берді. Айналайын бауырым, осы шауып кеткен аттың бәрі алдымен келеді. Мен қанша бәйгеге қатыстым, артымен келген атты әлі көрген жоқпын деген екен. Біздің бүгінгі кешімізді өзінің мәресіне әдемілеп алдымен жеткізген